Болашақ жарымызды қалай танимыз? Сол секілді бірінші танып алып, біліп алу керек, одан кейін отбасыда проблема шықпас үшін деген секілді. Не жақсы көресің, қалай уақыт өткізесің, хоббилерің, басқа деген сияқты танысады. Бірақ шынайы оның болмысын танымайды. Арабтарда сөз бар ғой, разы болған көз кемшілікті көрмейді деген секілді. Жігіт айтқан ғой, негізі менің мынандай кемшіліктерім бар деп, бірнеше кемшілігін тізіп айтса, қыз айтады, негізі менде де кемшіліктер бар деп. Мынадай қызды көрдім мен. Үлкен әулеттің келіні болғым келеді. Үлкен жаңағыдай көп кісі бар, солардың батасын алғым келеді. Өмір сүріп жатыр қазір о қыз, Иә, сөйтіп бар. Номерін беріп. Бар ғой о қыз. оны тұрмысқа шығып кетті ол. Ассалаумағалейкум, қымбатты Кеңес-Шай подкастының көрермендері. Біздің арнамызда келесі подкаст, яғни сериялы подкастымыздың 3-ші шығарылымы. Бүгінгі қонақтарымызбен таныс болайық. Өздеріңізді бір таныстырып өтсеңіздер. Ассалаумағалейкум, мен есімім Омар, жасым 23-те, Шымкент қаласынан болғам, қазір Алматыдамыз, Құран бойынша сабақ береміз. Ассалаумағалейкум, мен есімім Омар. Омарлар жиналып қалыпты. Бүгін Омар квадратте отыр. Менің жасым 22-де, қазір осы Алматыда кішігірім кәсібіміз бар. Ассалаумағалейкум, менің есімім Бағдәулет. Қазіргі таңда Алматы қаласында сауда-саттық бизнес. Әдемі. Және де бүгін біздегі қонақта әдеттегідей отбасылық эксперт Ақан Мергенбай ағамыз келіп отыр. Қош келдіңіздер. Қош болдық. Қымбатты көрермендер, бүгінгі біздің подкастымыз тануға байланысты болмақ, яғни біз болашақ жарымызды қалай танимыз? Осы сұрақтың төңірегінде бүгін біз талқылайтын боламыз. Олай болса, жігіттердің қолдарына құжаттар берілді, әдеттегідей. Айтпақшы, қымбатты көрермендер, бұған дейінгі құжаттарды да, осы бүгінгі тану тақырыбындағы құжатты да біздің Telegram арнамыздан көрсеңіздер болады. Telegram арнамыздың сілтемесін описание бөлімінде қалдырдық. Жігіттер, мына бір сұрақтан бастасақ. Сіздер үшін жалпы бірге отбасын құратын қызды, яғни кандидатты танып алу, тану қаншалықты маңызды? Кім қалай дейді? Енді өз ойымды айтатын болсам, алдын ала танып алу мен үшін маңызды деп санаймын. Себебі мына бір кісінің айтқан сөзі бар да. Бізде осы шығыс елдерінде бірінші жасайды, кейін барып оқиды дейді да, жаңа несін, инструкциясын. Ал батыс елдерінде бірінші инструкциясын оқиды, кейін жасайды дейді. Әбілқайыр ұстаздың айтқан бір қызық сөзі бар. Если ничего не помогает, то прочитай инструкцию дейді да. Сол секілді бірінші танып алып, біліп алу керек, одан кейін отбасыда проблема шықпас үшін деген секілді. Біз бірінші қателесіп, одан кейін барып қана тану болып жүреді көбіне. Сол мен ойымша, жаңағыдай бірінші танып алып, біліп алып, барып отбасын құрған дұрыс деп ойлаймын өз басым. Бәрекелді. Олай болса, Бағдәулет мырза, өзіңіз тануға байланысты ойыңызды айтсаңыз. Тану негізінде өте маңызды нәрсе. Жалпы айтқанда алдын алу деген нәрсе ғой. Өзіміздің, болашағымыздың, жолымыздың ашық болуына бір үлкен септігін білдіреді. Септігін тигізеді деген ол. Соқырмен емес, сәл көзді ашып тәуекел жасайсың да. Сәл толыққанды ішін бәрін біліп алсаң деп отқан. Тану себебінен. Немен айналысты, қазір немен айналысып жатыр деген сияқты. Сол нәрселерін бәрін жақсы танып алсақ, болашақта өзімізге үлкен бір септігін тигізеді деген үміттеміз. Түсінікті. Омар мырза? Тану деген маған да өте маңызды тақырыптардың бірі. Неге десек, мысалға үйленуге бір кандидат шыққан кезде ең бірінші ойға келетін нәрсе ол қандай адам деген сияқты ойға келеді. Сосын негізінде біз мынандай ғой, жаман қыз болмайды ғой негізі. Бірақтан мысалға любой кандидатты ұсынып жатқан кезде туыстар болсын, басқа біреу болсын, ой, ол жақсы қыз екен, осындай екен дейді да. Бірақ ол тек қана таныстардың ғана сөзі деп ойлаймын да мен өзім. Таныс пен тану деген екі түрлі ғой. Менің ойымша жаңағыдай болашақта үлкен проблемаларға алып келмеу үшін оны кәдімгідей танитын адам арқылы сұрастырған дұрыс сияқты. Таныс пен тану кішкене түсініксіз болып қалды.
Ол таныс пен тану арқылы тануымыз керек па или қалай? Танитын адам арқылы деген. Или мысалы мынандай ойлар бар жігіттер, қалай ойлайсыздар? Үлкен кісілерден айтады. Сен деген 2-3 жыл жүріп, содан кейін барып үйленуің керексің, тануың керек бір-бірлеріңді деген секілді айтады мысалы. Мүмкін осы жол ол дұрыс шығар. Қалай ойлайсыздар? Менің ойымша ол нәрсе дұрыс емес секілді. Себебі адам өзі жеке тани алмайды деп ойлаймын мен өз басым. Оны белгілі бір маманмен талқыламаса, өйткені арабтарда сөз бар ғой, разы болған көз кемшілікті көрмейді деген секілді. Тікелей тану қиын болатын сияқты менің ойымша. Иә, розовый очки дейді ғой. Розовый очкида жүретін сияқты да менің де ойымша. Соны көрсетіп бере алатын адамдар керек та сізге. Өйткені мен өзім өмірімде сондай жағдайлар болды. Мысалға айтатынбыз, жаңа ғана біз өзіміз арамызда айттық. Бір ағасы жаңағы күйеу жігіт дей ма, қарындасым не депті да? Ерке деп. Жарайды деп. Ол әркімнің миының қабылдауы әртүрлі ғой. Ерке деген сіз басқа түсінесіз, сіз басқа түсінесіз, мен басқа түсінемін деген сияқты ше. Жарайды деген, сосын үйленгеннен кейін еркетай қыз екен, қандай екен, енді түсіндім депті. Сол сияқты оны сізге жаңағыдай түсіндіріп бере алатын адам керек сияқты да менің ойымша ше. Қыздың қазіргі несін. Иә, сіз қабылдай аласыз ба, қабылдай алмайсыз ба деген сияқты. Енді таныс адам арқылы дегенде ол қалай, мысалы енді ата-анасынан барып тікелей сұрайсыздар ма? Сіздердің ойларыңызда именно танысынан барып сұрау деген оны қалай танымақшысыздар? Негізінде жанында жүрген адамдардан сұрауға болады деп ойлаймын. Өзінің достары болмаса подружкалары, оқитын өзінің ортасында адамдардан. Олар ертең мысалы тұрып айтады, жақсы қыз, жаман қыз жоқ қой дейді. Мынандай жақсы, мынаусы жақсы дейді ол. Сосын барып сол жауапқа бола үйленіп кете бересіздер ме? Мен өз ойымды айтатын болсам, жаңа таныстарынан сұрау деген алдыңғы зерттеу тақырыбына кішкене келетін сияқты. Өйткені жаңағыдай Ахан ағаның айтқан бойынша зерттеу мен танудың айырмашылығы, зерттеу өткен өміріне байланысты болса, тану қазіргі өміріне байланысты, қазіргі кезге байланысты. Оның жаңағыдай таныстары, жанындағы адамдар өткен өмірін жақсырақ білетін сияқты. Енді қазіргісін белгілегендей білетін шығар, бірақ тануды именно жаңағыдай осы консультацияға білетін маманға жіберу арқылы. То есть біз де оны біле алмаймыз, таныстар да қатты біле алмауы мүмкін. Жаңағыдай кеңес беруші адам анықтап бере алады деген ой менде. Сосын мынандай бір ой бар ше қоғамда. Сен өзіңнің болашақ адамыңды оны көрген кезде оның жүрегің сезеді деген. Білмеймін, бір жүрегің тарта ма? Егер жүрегің жатып тұрса, онда ол сол сенікі, ол тіпті мынандай бір ойларды кезіктірдім. Сен шарттарыңа сәйкес келмесе де, егер жүрегің сенің жаңағыдай бір белгі беріп тұрған болса, онда үйлен деген секілді. Оны кейбір психологтар да соны үйретіп жүр екен. Қалай ойлайсыздар? Мен соқыр ғашықтық болып кететін сияқты ғой. Өйткені жаңағыдай Ахан ағаның айтуы бойынша ғашық кездегі адамның состояниесі мен наркотик қабылдап алған адамның состояниесі, ішіндегі несі бірдей болады екен да. Ол деген сөз, ол дұрыс ойлана алмайды деген сөз ғой. Біздің өзіміздің өмірімізде бір жағдай болды сондай, тура осындай. Бір танысымыз болды, осы деді, ғашық болып қалды, былайша айтқан кезде. Бірақтан 99% адамдар оған жоқ деп айтты. Жоқ, бұл саған келмейді деп айтты да. Өйткені оны сырттай көріп жүрген адам еді, екеуі де. Екеуі үйленді, ақыр соңы. Қыздың да үйші қарсы болды, ұлдың да үйші қарсы болды, екеуінің достары да қарсы болды. Екеуі үйленді. Бірақтан бір ай арысы берісі ана жігіт басын иіп келіп тұрды. Деген сияқты ше. Бұл мәселеде сыртқы адамның көрінісіне қарап ғашық болу деген нәрсе бар да қазіргі таңда. Адамның сырт келбеті, киінген стилі болмаса түр әлбетімен ғашық болып қалу несі бар. Соқыр махаббатқа келеді. Омеке, сіз қалай дейсіз? Мысалы бір қызды көрдіңіз, жүрегіңіз жатты делік. Енді ол жерде ақылдан қарағанда сезім басымырақ болады ғой ол жерде.
Ол ақылға не бермейді. Жаңа айтқандай, разы болған көз дегендегі ол ғашық болған көз деп айтса да болады. То есть, мысалы, адам біреуді ғашық болып жақсы көріп қалса, ол кемшілігін көрмейді ол адамның. Бірақ ертеңгі күні бірге тұрғаннан кейін барып қана ол шыға бастайды ғой. Сол кезде жаңағыдай ожидание реальность болып қалады да адамда. Сол кезде жаңағыдай проблемалар шығып, ажырасуға алып баруы мүмкін деген секілді. Мен ойымша жаңағыдай ең бірінші фильтр жаңағы адам ұнату сезім болу керек, бірақ ақыл одан жоғарырақ тұру керек деген секілді. Мен ойым осы. Осы жерде кемшілік демекші андай кейбіреулер комментарияларға нетіп қалуы мүмкін да. Өздерің қандайсыңдар деген сияқты ше. Нетіп қалатыр уже. Сол айтып кеткім келеді да, бұл жерде жаман адам болмайды ғой. Әр адамның өзінің кемшілігі болады. Соны қандай кемшілігі бар екенін неке қимай тұрып біліп, соны мен қабылдай алам ба, қабылдай алмаймын ба деген сұрақ сияқты да осы жерде ше. Менің ойымша. Жақсы айтылды. Енді жаман комментарий жазылмайтын сияқты. Ақын аға, енді өзіңіз қалай деп айтасыз, бір түйіндеп берсеңіз, жалпы танудың маңыздылығы туралы айтсаңыз. Танудың маңыздылығы бұл дәл бағана айтылып жатыр ғой енді. Бұл шақ болатын болса, өткен шақ, осы шақ, болашақ деп. Яғни өткен шақ бұл қыз бала болсын, ұл бала болсын, соның өткен өмірі. 20-да ма, 25-те ма деген сияқты. Сол 25 жылда не болды да, 20 жылда не өтті басынан. Қандай бір мәселелер, қандай бір оқиғалар, қандай бір жағдайлар деген сияқты. Ал енді бұл танудың ерекшелігі дәл бүгінгі күндегі оның жағдайы, оның көзқарастары, оның құндылықтары, оның қазіргі наным сенімі, оның қазіргі ойлары өмірге қатысты. Мысалы, отбасына қатысты оның ойы. Мысалы, жігіттер үшін енді әйел адамның немесе сол қыз баланың отбасына қатысты ойы қандай? Ол приоритетке қоя ма, жоқ па? Жоқ, оның карьера қаншалықты өмірінде маңызды орын алады ол үшін. Осындай нәрселердің бәрін бүгінгі күнін білу. Ал енді мысалға былай болуы мүмкін да, ол қыз анда шетелде оқыған, немесе ананы оқыған, мынаны оқыған деген сияқты. Мен бір қыз баланы, енді бір қарындасымыз келді біздің семинарға, сөйтсе ол шетелде оқыған екен. Одан кейін магистратурада шетелде оқыған деген сияқты. Бірақ балаларымен үйінде отыр. Сол кезде әйел адамдардың арасында мынадай бір ойымен бөліскен кезде әйелдер таң қалды да. Ол кісі өзі отырып, әйел адам үйде отыру керек, бала қарау керек деген ойды дәріптеп жүрген кісі. Сөйтіп айтады ғой, мен PhD-ге докторантураға түсем бе деген бір ойын айтып, сонда әйелдер таң қалып, өзің үйде отырсың, жұмыс істемейсің, не үшін керек ол саған деген кезде? Балаларыңды дамыту үшін дейді. Және көрді бұл жерде де қандай кейде бізде мынадай бір түсінік болуы мүмкін, ол шетелде оқыса, енше оның дипломы болса, магистратурасы болса, басқасы болса, ағылшын білсе, болды ғой ертең ол әйелге мен енді бола алмаймын ғой. Үйде отырмайды ғой әйел деген сияқты соны түсінік болуы мүмкін. Сөйтсе, оның ойы мүлдем басқа. Ал енді 11-дің аттестатымен келген қыз болуы мүмкін, бірақ жоқ, жұмыс істеймін. Енді бұл жұмыс істемейді, бұл екеуінің арасында шешілетін дүние. Бұл күйеуі мен әйелдің арасында, екеуінің арасында шешілетін дүние ғой. Сондықтан бұл жердегі өте маңызды мәселе, ер адам үшін не маңызды? Бізде кітапта бар ғой. Діңгек, бұтақ, жапырақ деген. Сол діңгектің ішінде сізде не бар? Сол діңгектер анықталған болатын болса, соның негізінде тану ғой. Мысалы, мен үшін не маңызды? Сол маңызды мәселелерін тану қазіргі бүгінгі күнде. Мысалы, бір жігіт кезінде енді біраз енді қыздар мен жігіттерге себеп болдық қой, қосып жаңағы біраз шаңырақтардың құрылуына деген сияқты. Сөйтіп бір жігіт келді маған. Осындай жаңағыда енді бір қызды үйленем деген бір ниетпен келді. Сосын бір қарындасымыз сыртынан көрсеттім. Осындай бір қыз бар дедім. Ол қыз лидер қыз еді. Старысты, енді біраз көш бастап жүрген қыз ғой. Ана қызды сыртынан көрсеттім, осындай қыз бар, сипаттамасын бердім. Жоқ деді ғой. Ол қандай қыз. Енді қандай қыз керек деймін ғой. Маған кішкене жуас, сондай бір биязы, сондай бір андай бір. Айтқанға көнетін дегендей. Осыдан басқа қызды көрсеттім кейін сыртынан. Осы қыз деді, осы қызбен танысам. Сыртынан көрсеттім, одан кейін барып жаңа екеуі кейін отбасын құрып кетті деген сияқты.
енді ұзақ процесс, бірақ айтайын дегенім қазіргі оның жағдайы оның көңіліне жатпады. Ал біреуге керісінше, біреуге пысық, ширақ қыз ұнайды деген сияқты ғой. Осы жерде менің құндылықтарыма, менің өзімнің талғамыма байланысты тану. Өткен жолы менің алдыма бір отбасы келді. Қыз солтүстіктігі екен, жігіт оңтүстіктігі. Қызда кішкене бір не бар да, ана орыс менталитеті біраз әсер еткен деген сияқты, ашық сондай да, ойын ашық айтып, жігіт кішкене тұйықтау, көп ойларын айта қоймайды, бірақ енді өзінің әйтеуір міндетін орындап жүр дегендей. Әйелдің көп сұранысына жауап бере алмайды екен ана жігіт. Неге? Өйткені қыздың ойы ашық, ойын ашық айтады, не бар, жасырмайды деген сияқты. Ал жігіт үндемей жүреді, ана бүйтіп астарлап бірдеңе жеткізуі мүмкін деген сияқты. Сол екеуінің біраз мәселелері бар екен да. Сосын жігітке былай айтқанда, бір нәрсені айтқым келеді, танып алдыңыз ба деген сияқты. Таныдыңыз ба, жоқ қандай адам екен. Бұл жерде анау жаман, мынау жақсы деген сөз емес. Мына жерде екеуінің сол кездегі былай айтқанда маңызды көре. Сіз үшін қандай бір мінез маңызды болды? Немесе сіз үшін қандай қыз бала сізге, өзіңізге, жүрегіңізге жатады? Яғни мысалға енді сіз қандай табиғатты қалар едіңіз деген сияқты ғой. Сізге қандай табиғат көңіліңізге жатады? Ашық, тұйық, жуас, ширақ деген сияқты. Енді бұл да Алланың шеберлігі ғой, адамдарды бірдей қылмаған. Яғни бір мінез қайталанбайды деймін да. Бір үйдің 3 баласы, 5 баласы бір-біріне ұқсамайды. Егіздер бір-біріне ұқсамайды. Бұл да Құдайдың құдіреті. Біріміз бірімізге ұқсамаймыз, мүлдем. Сол үшін сіз үшін не маңызды, содан кейін барып сіз сөйлесіп жүрген, немесе сізге қандай адам керек, соны тани алу ғой. Мен таныдым, болды деген сияқты. Осы ғой маған керек, немесе жоқ, мұндай адам маған керек емес деген сияқты. Яғни сізге керек емес деген сөз ол жаман деген, ол сол адамды іздеп жүрген адам болуы мүмкін да. Сол үшін біздің қоғамдағы, бізді көріп жүрген қазір енді біраз жастардың жағдайы танысады, жүруі мүмкін біраз уақыт, 1 жыл, 2 жыл, енді неше жыл жүрсе де, көбінесе бізде сол танысу шеңберінде қалып қояды ғой. Танысады я бір-бірімен, атың кім, қай жерденсің, не жақсы көресің, қалай уақыт өткізесің, хоббилерің, басқа деген сияқты танысады я. Бірақ шынайы оның болмысын танымайды. Шынайы оны бейнесін танымайды. Шынайы оның тұлғасын танымайды деген секілді ғой. Кәдімгі жерде бағанағыдай сезім бар, ана сезім, ғашықтық деген көзі торлаған кезде оның кемшіліктерін көрмейтін болады. Одан кейін сезім болған кезде ол енді күшті бір енді эйфория кезінде жүреді ғой. Сондықтан оның жаңағы табиғатына да, оның болмысына, оның құндылықтарына қатты көңіл бөлмеуі мүмкін. Ал той біткеннен кейін барып шығады ғой біраз дүниелер. Маска шешілді деген нәрселер ма? Енді басылады, сезім басылады. Бір жігіт айтпақшы, 1 жыл бізде бәрі жақсы болды дейді ғой. Алғашқы бір содан кейін басталды дегендей. Мүмкін сезім басында күшті болып тұрды. Қыз ғашық болып шықты, жігіт жақсы көріп үйленді. Сезімдер ақырын суыды. Ол сезімдерді сақтай алмадық біз белгілі себептерменен. Сөйтіп барып түрлі мәселелер шыға бастады. Сөйтсе, екеуміздің біраз мәселеміз бар екен деген сияқты. Сен мындай екенсің ғой деген нәрселер айтады ғой. Сен оказывается мындай екенсің ғой, сен білген жоқпын дегенде. Несенің барлығы не үшін? Неге айтылады деген осы сөздер? Сен мындай екенсің ғой деген. Танымағандықтан ғой. Орысша айтқанда, оказывается, сен мындай екенсің ғой деген бар ғой. Бұның бәрі танымаудың салдары ғой негізі. Дауысын өзгертіп сөйлесетіндер де болар. Танысатын кезде. Ол сөйтіп өмірінің соңында сөйтіп қалса жақсы ғой. Ол өйтпейді ғой деген ба. Сол қаншалықты мен оны таныдым, қаншалықты мен оны танимын деген сұрақ. Және тағы да бір қызық дүние бар, қанша мен жастармен жұмыс істейміз ғой. Тойдың алдында, мысалы, тест жүргізіп көрсеңіздер болады деген ғой. Тойдың алдында, мысалы, үйленгендерден, тұрмысқа шыққан қыздардан сұрасаңыздар болады. Сіз тойға дейін жұбайыңызды қанша пайыз таныдыңыз деп айтасыз ғой.
енді танымаппын ғой 5%, 10% деген сияқты. Қазір қанша, енді қазір таниды ғой әжептәуір. Бірақ сол кезде қанша пайыз таныдым деп ойладыңыз деп қойсаңыз, енді толық таныдым деп ойладым ғой деген сияқты. Немесе 80-90% таныдым десем, сөйтсем танымаған екенмін деген сұрақты көп естимін да мен. И тест ретінде мысалы осы жерде отырған енді бойдағы жігіттер ғой, қазір мысалға дейік, бір қызбен сөйлесіп жүрген болсам, немесе бір жігіт қызбен сөйлесіп жүрген болса, немесе қыз бала жігітпен сөйлесіп жүрген болса, содан міне вот той болайын деп жатыр деген сияқты, міне болайын деп жатыр, сезім бар, тойдың уақыты, жоспары бәрі жасалған. Қанша пайыз танисыз деп. Сосын ол айтуы мүмкін, мен 80% танимын, 90 білмеймін, 95, 100% танимын деген сияқты айтуы мүмкін. Той бітеді, 1-2-3 жыл өтіп, содан кейін сол кісіге қайтып келіп, кезіңізде кешіріңіз, мен сізден сізге осындай бір сұрақ қойып едім. Сіз сол кезде осы қазір қаншалықты таныдыңыз оны қазір. Және сол кезде қаншалықты таныған екенсіз десең, ол кезде танымаған екенмін ғой негізі. Ол сөзіме тәубе еттім дей ме? Қайттым ана сөзімді деген сияқты. Осы бұл бар ғой, алысқа бармай ақ қояйық. Кез келген жаңағы үйленген, тұрмыс құрған әйел адамнан осы сұрақты сұрасаңыз болады. Яғни осы нәрсенің өзі жеткілікті деп ойлаймын да. Тану процесінің маңыздылығын білдіруге былай айтқанда, білдіретін, көрсететін үлкен бір дәлел. Қаншалықты маңызды. Сонда бұған дейінгі жалпы қоғамда айтылатын 3 жылдан кейін махаббатың сөнеді, 5 жылдан кейін сөнеді, 1 жылдан кейін сөнеді деген нәрселер ол дұрыс танымағандықтың себебі ме? Жоқ, ол кішкене бөлек тақырып ол. Сезімнің өшуі, ол сезімнің өшуі не үшін өшіп қалады біраз уақыттан кейін деген, ол бөлек тақырып ол. Ол адам таныса да, ол сезім өшуі мүмкін дейсіз ғой. Иә. Өйткені ол сезім деген ол үлкен бөлек тақырып, сезімнің тақырыбы. Бұл біздің сауатсыздығымыздан болатын дүние. Яғни жігіт үйленген кезде әйелінің оған деген сезімі болды ғой. Жігіттің әйеліне деген сезімі болды. Екеуі бір-біріне бір керемет жақсы көрді, ғашық болуы мүмкін деген сияқты. Егер де әйел адамның бойындағы сезім өшсе, онда ол жігіттің осалдығы. Сіздер алмай, жігіт белгілі бір нәрселер дұрыс істеген жоқ. Сөйтіп әйел адамның бойында сезім өшті бастады. Өшті дейік. Дәл сол секілді керісінше, жігіттің бойындағы сезімнің өшуіне әйелдің белгілі бір қылықтары бар деген ғой. Түсінікті. Бұл бөлек тақырып. Бұл танымаумен қатты байланысты емес. Бұл жалы енді танудағы маңыздылық не деген кезде, сен мындай екесің ғой, мен білмей қалдым. Және де, енді бұл өте қауіпті сұрақ. Бірақ мысалға, тест жасап көшеде жүріп көрсек, мысалы адамдар, танымайтын адамдар бұл сұрақтарын бәрін танымайтын адамдар қою керек деген ғой енді. Таниды адамдар қойсаңыз қауіпті болуы мүмкін. Қандай сұрақ? Сіз қаншалықты таныдыңыз кезінде тойға деймін. Қыз бала әйел адам сұраңызшы. Енді эмоционалды ғой әйел адам, тез жауап береді. Шындықты айтады оған әйелдер. Көбінесе жігіттер ұқсап бүйтіп қашпайды да. Әйел адамға кешіріңіз бір сұрақ бар еді десеңіз, қандай сұрақ? Сіз тұрмыстасыз ба? Иә, сіз өзіңіздің жолдасыңызды қанша пайыз танып шықтыңыз? Негізі танымай шыққам ғой деп айтуы мүмкін. Немесе 5-10%, 20% таныдым. Шынайы қазіргі бейнесін танығаныңыздай сол кезде танысаңыз, сол кісіге шығар ма едіңіз? Шығар ма едіңіз? Жауап айтады, сұрақ қойып көрсе. Енді біраз адам 100% деп айтпаймын, бірақ біраз адамдар жоқ, шықпайтын едім ғой деп айтуы мүмкін. Және таңдаудан біраз адамдар былай айтқанда, таңдауға қатысты біраз адамдар өкініп бармаған істеп жүр ғой негізі. Неге деген кезде, өйткені әр жағында тану менен тікелей байланысты, ол өйткені танымағандық. Яғни танымағандықтан осындай бір нәрсеге душар болады. Сол үшін біздің айтатынымыз және шақыратынымыз үйлену қиын, үй болу оңай деген қағидаға шақырды. Яғни осындай ұранға. Үйленуді қиындатайық, үй болу оңай болу үшін. Сонда осы тану да соның ішінде деймін да. Яғни бұл осы тану процесі да, алдында зерттеуді айттық, мысалға портретті айттық, зерттеуді айттық. Осы тануда дәл сол секілді
тойдан кейінгі өмірге, яғни отбасылық өмірге салынған инвестиция деп түсінемін. Және бұған қатысты бізде адамдар терлемейді. Бұған қатысты адамдар күшенбейді. Бұған адамдар ешқандай бір тер төкпейді адамдар. Ал бұл процесс өте маңызды екендігі, ол құнды екендігі, ол өте өзекті екендігін түсінсек. Және бұған адамдар төлеуге де дайын емес. Қай мағынада төлеуге дегенде? Біреудің қызметіне жүгініңіз. Қалай тануға болады? Білмеймін енді. Танып беретін адамдар болса, төлеңіз соған, табыңыз сондай адамдарды. Оның дәл бүгінгі күйі қалай, не нәрсеге сенеді ол. Тағы да бір қызық жағдай. Енді бір үлкен отбасымен жұмыс істедім. Келін, баласы бар, ата-енесі бар, жаңа келіннің. Сөйтіп төртеуімен де жұмыс істедім ғой, қабылдап. Келін кетіп қалған үйден. Неге десеңіз, өйткені келіннің өзінің белгілі бір түсініктері бар екен. Ата-енемен тұрмайым деген, кішкене феминистік бір көзқарастар бар деген сияқты. Ата-ене келінін тойға дейін танымаған. Жарайды, ол түсінікті, ол әдеттегі нәрсе біздегі. Бізде ол жаңағы тәтті енді кездесу мүмкін, қызбен жігіттің анасы кездесу мүмкін, жақсы қыз екен, жаман қыз емес деген әйтеуір сөйтіп өтіп кетті дейік. Танымады бір-бірін. Қызығы осындай процесс жүріп жатқан кезде қыздың анасы өз инициатива білдіріп менімен кездесуге. Сөйтіп менімен кездесті, келді қабылдауға. Қыздың анасы. Сөйтіп қыздың анасы қызығы қызына қарсы болып тұр ғой. Құда мен құдағиының жағында тұр да, бұл келін болу керек, бұл қайту керек, бұл неге үйтіп жүр деген сияқты. Сосын анасымен сөйлесіп отырып, мен былай айтқанда енді анасына нәрсені жеткізім келді. Қызыңыз танымайды екенсіз ғой дегендей. Яғни анасы қызын танымай тұр ғой. Өйткені қызының ана көзқарастарын, қызының қазіргі бүгінгі құндылықтарын анасы білмейді, одан бейхабар ол. Былай айтқанда анасына қызын таныстырдым ғой. Сіздің қызыңыз негізі мынадай. Бұл жаман жақсы деген емес. Жалпы осындай нәрсеге ол маңызды көреді, оның көзқарасы мынадай, оның құндылықтары мынадай деген сияқты. Ойлаңыз. Ол ата-ана қалай болды анасы? Жұмысқа қыз жұмыс істеп жатыр, ақша тауып жатыр, дұрыс жүреді. Ешқандай бір артық жаңағындай қылығы жоқ, ақша тауып жатыр, үйге уақытылы келеді, жұмысқа уақытында барады, пунктуалды, тазалығы, бәрі бар, әңгімесі дұрыс деген сияқты. Соны көріп, менің қызым күшті, менің қызым жақсы, артық қылығы жоқ, артық жүріс жасамайды, керемет бәрі. Бірақ оның мына жердегі түсініктері қандай? Одан анасы бейхабарда. Ана қызы үйдің жинақ қою мүмкін, тазалыққа қарақ қою мүмкін, анасының айтқанынан шықпау мүмкін, ананы істей саш дегенге күшті бәрі. Бірақ қызын танымайды. Дәл осындай біздің қазір қоғамда жастардың арасында мысалы қанша ата-ана, әсіресе аналар болсын, әкелер болсын, қызын танымайды. Ол да мәселе де кәдімгідей. Сұрақ бар еді қана. Мынау тану процесі кезінде біздің ата-бабаларымызда болды ма бұл нәрсе деген сұрақ. Тану? Менің ойымша болған. Енді қазір бар ғой, бұрынғы уақытпен мысалы енді кеңес үкіметіне дейінгі дәуірді алатын болсақ, және қазір бол. Менің ойымша қазір бізде қатты түрленіп кетті ғой. Бізде қазір ассорти микс болып жатыр ғой. Неше түрлі мәдениеттер, неше түрлі өркениеттер, неше түрлі түсініктер. Ойлаңыз. Мысалға, қазір мынадай сұрақтардың бір кімді тыңдайсың деген. Ойлаңызшы, қандай психологты тыңдайсың сен? Ол да мәселе де қазір. Ойлаңыз, өйткені неше түрлі түсініктер бар. Енді атын айтпай қойық, неше түрлі психологиялық мектептер. Олардың өзі түрленіп кетті. Ол психология деген жалпы бір ат қой енді. Ал оның ішінде қанша мектептер бар. Мысалға деген ғой. Ол қыз бала оны тыңдап жүр ме? Ол қандай нәрсеге жүрегі жатады? О не нәрсеге сенеді? Нені маңызды? Сол сияқты мәселелер ме кәдімгідей? Ол кезде қатты ондай түрленген жоқ қой, негізі. Бір-бірін жақын бол, одан кейін барып ата-ананы таниды көбісі, мысалға деген ғой. Оны таныстырады, енді андай бір не болған жоқ па дегенім ғой. Тұрмыстан кейін жұмыс істейсің ба деген сұрақтар болмаған дейсіз ғой. Негізгі құндылық ортақ болды дейсіз ғой, Иә.
шамамен жақын болды ғой бір-біріне. Иә, мінездері әртүрлі болуы мүмкін, иә, жаңағы темпераменті әртүрлі болуы мүмкін. Андай қолынан келетін өнері әртүрлі болуы мүмкін мысалға деген ғой енді. Бірақ қазіргі проблема неде? Ол қыз баланың ыдыс жуа алмауында емес қой. Кір жуа алмауында емес, үй жинай алмауында емес, тәтті пісіре алмауында емес. Қазіргі қыз мысалға, қазіргі бір қыздар тәттінің түр-түрін пісіруі мүмкін, тамақтың неше түрін білуі мүмкін. Бірақ мәселе наным сенімде және идеологияда ғой, түсінікте де. Осы түсінік мәселесі өте маңызды болып тұр да қазір, осыны тану. А зерттеу деген кезде, ол енді айттық қой, зерттеу, иә, зерттелді оның тарихы. Бүгін ол тарих бүгінгі күнге қалай әсер етті? Яғни оның бүгінгі күйіне, қалпына әсері қандай әсер қалдырды? Осы ғой маңыздысы. Жаңағы мысалыңызға анасына қарап қызын ал дегендерге сіздікі кәдімгідей мысал келіп тұр екен ғой. Иә. Сол үшін анасына қарап, шешесіне қарап қызын ал деген қазір мақал жүрмейді. Оның дәуірі өтті, ол мақалдың күші енді. Өйткені бір үйдің 3 қызы бір-біріне ұқсамайды. Үшеуі 3 түрлі көзқарасты өмір сүріп жатыр. Танысуға қатысты бір нәрсе қосып кетсем. Алдында сыныптастармен кездестік те. Бір жігіт айтып отыр, бір қызбен таныстым солай. Оның көңілінен шығу үшін дейді. Қандай сериал көріп жүрсің дейді екенші. Мысалы бір нені айтса, мен оны көргем ғой дейді екен. Бірақ көрмеген оны. TikTokқа соның фрагменттерін көріп алып, мынау биткен білесің ба деген сияқты анамен сөйтіп общениені дұрыстап кетем дейді. Анда екеумізге ортақ нені істеу үшінші. Солай біразы алданып қалып жатқан сияқты, екеуміз бір нәрсеге қызығады екенбіз ғой деген сияқты. Осыны бір кісі күшті түсіндіріп кетті да алдында. Енді сіздің сөзіңізден кейін бір нәрсе айтқан бір түрлі ғой, бірақ 3 сызық болады дейді. Мысалы, мен үстіне біріншісінде әйел тұрса, екіншісі орта, ұл тұрса дейді. Екеуі негізі всегда ортада кездеседі дейді. Мысалы, қыз ұлға кішкене түрі ұнағаннан кейін, ұнау үшін кішкене иіледі дейді. Ұл да қызға ұнау үшін иіледі дейді. Екеуі ортада кездеседі. Бірақ неке қиылғаннан кейін екеуі де түзу болады дейді. Философия дейсі. Сол айтып жатыр да ана кісі. Сен осы түзу болған кезіндегі состояниесін тануың керек деп жатыр да. Жаңағы жігіт сияқты, может, біраз алданып қалып жатқан шығар деймін де қыздардың ше. Екеуміз бір нәрсеге қызығады екенбіз ғой деп ше. Осы секілді жаңағыдай кейбір бір жігіттердің андай ойы бар. Егер де қыз баласы үйінде әкесі болмауы мүмкін, мысалы. Немесе үйінде әкесі бар деп айтайықшы. Әкесі бар, әкесі басқарған оны, кәдімгідей, шынымен әкесі басқарған. Соған қарап, бұл қызда ер жігітке бойұсыну деген қасиеті бар, соны көріп өскен бұл деп сол арқылы тануға болады деген секілді айтады да. Осы тұрғыда енді мен жігіттерге сұрақ қойғым келіп тұр. Сіздер жалпы қалай танисыздар қыздарды? Қандай жолдарын білесіздер? Бөліссеңіздер. Сол бір қызды көріп қалдыңыздар. Енді тану керек те, енді ары қарай зерттеу керек, тану керек. Қалай танисың? Не нәрсеге мән бересіздер? Неге мән бердіңіздер? Өте жақсы сұрақ. Өте жақсы сұрақ. Бұл сұрағыңызға Жаңа енді естідік. Сіздер үшін өте маңызды екен бұл. Енді осының жолдарын айтсаңыздар. Осылай танығанмын, білмеймін енді. Или танымағанмын, бір қателіктер болса қателіктермен бөлісіп деген сияқты. Енді қателіктер болды ғой енді біраз. Сіздің біраз дегеніңіз қорқынышты екен. Жоқ, біраз деген біраз емес. Сол деп не қойым. Енді келесі жол қателеспес үшін маманға жүгінемін деген сондай бір неге келдім. Енді оған дейін де жастық немен жаңағыдай жоқ, өзім танимын, өзім көруім керек, білуім керек, мен қойып мен тұратын деген ойда болады мендеш. Кейіннен барып уже түсінгеннен кейін жоқ, ол нәрсе дұрыс емес екен деген ой келді. Сол мен маманға жүгіну мақсатында жаңағыдай консультациясына басқа нәрсеге жіберем, сол арқылы тани алам деген бір неге келдім мен қорытындыға, өз басым. Қателіктерді бөлісе аласыз ба? Қандай нәрсе қате екен жігіттер, өзіңізде бір тәжірибеңіздегі? Енді қателікке байланысты жаңағыдай ғой, танимын деп ұзақ уақыт сөйлесу деген секілді ғой. Сол қателік болды да.
сол үшін адам өзі тани алмайды екен ғой оған енді. Бағдәулет мырза, өзіңіз бір-екі жолымен танудың бөлісіп өтсеңіз. Бізде мен таныстық себебім мынандай болды да. Ол универде оқитын бір туысқаным болды да. Екеуі араласатын бір, енді қатты араласпаса да бір екеуінің бір жақсы ортақ бір әңгімесі бар деген сияқты. Сол бала арқылы мен сұрастырдым да, ол қандай, не істейді, бағандағыдай мінез қалай, бағандағыдай ер адамға деген сыйластығы қалай деген сияқты да, мәмілесі қалай деген сияқты. Оның шет жағасын солай сұрастырып, сондай таныстықпен танысқанбыз негізі. Қараңыз, бұл жерде де бағанағыдай ғой. Тану деген кезде де осы жерде жіктесек, оның мінезі, оның жаңа темперамент, оның мысалы тазалығы, оның білімі деп айтуым керек. Мысалы, интеллект қандай. Біз таныған кезде қазіргі несі қандай оның? Ол мынадай кітаптар оқыған, мынадай тіл білет. Бәрі бұрынғы дейсіз ғой. Жоқ, мысалы қабілеттер ғой, қазір бар ол. Мысалы одан кейін мынадай нәрсе, мысалға мынадай бағдарлама, программаларды жасай алады ол. Оның қолынан мынадай нәрсе келеді. Қарасаңыз енді біраз ғыры бар да. Жақсы бұл. Бұның біраз адамдар бұл жалпы көпшілікке аян, көпшілікке белгілі, мәлім дүниелер. Оның мінезін айтып беруі мүмкін. Ол қыздың мінезі мынадай, бәрі бағанағы нәрсеге қайтып келіп айтқым келіп тұрды. Оның түсініктері қандай? Бұл түсініктерін көп адамдар біле бермейді. Туысқаны сізге оның жаңағыдай пысықтығын айтуы мүмкін. Ол отырған кезде бар ғой енді деген сияқты. Оның пысықтығы бір уақытта бірнеше шаруаны бітіріп жүреді. Аз уақыттың ішінде былай айтқан жылтыратып жүреді, үйтіп жүреді, бүйтіп жүреді деген күшті. Ол оның қылықтары, оның тазалығы деген сияқты пысықтығы. Бірақ түсініктері ше. Оның идеал қандай нәрсеге, не нәрсеге сенеді ол. Оның қазіргі түсініктері қандай. Мысалға біраз қыздар, қарындастарымыз Алматыда бақытты болғысы келеді. Ол да түсінік қой негізі. Алматыда тұрғысы келеді. Неге деген құндылықтар. Алматыда өзінің белгілі бір нелер бар да. Деген сияқты. Яғни ауылға барғысы келмейді дегендей. Басқа қалаға бару мүмкін, өзінің шарттары бар. Қандай қала деген сияқты. Сол секілді бәрі түсініктен туындаған дүниелер ғой. Өткен жылы тағы бір қарындасымызбен сөйлестім. Тұрмыс құрам деген. Енді сондай бір неде дайындалып жүр екен да. Таң қалып отыр да ол. Қалай мен сонда жер таңдаймын деген сияқты. Мәселе жерде емес қой дейді да. Түсінігі мүлдем бөлек көрдіңіз ол қыздың. Ата-анамен тұру, онда не проблема бар деген сияқты енді. Енді менің де ол енді өзінің андай бір логикамен бар. Менің де ағам, мен жеңгем ата-анаммен бірге тұрады дейді. Мен оны дұрыс көремін деген сияқты енді. Осындай бір өзінің бір андай түсініктерге таң қалып сонда қалай ол белгілі бір қалада ғана тұрған, басқа жерде тұрмаймын деген, ол не деген сөз деген сияқты енді. Ойбой, ана кеп сөйлеткізу керек қой ана қызды. Мінберге шығару керек қой. Біраз қыздар жек қояйын деп тұр ғой деймін ол қызды. Сол секілді. Бұл да барлығы түсініктерге, құндылықтарға байланысты, көрдіңіз ба? Ал бір жігіт бір қыздан сұрапты ғой, кір жуа аласыз ба деп. Жігіт қыздан? Жігіт қыздан сұрағанда кір жуа аласыз ба деген сияқты еді тұрмысқа шыққаннан кейін. Мен үшін күлкілі сұрақ та ол қазір. Кір жуа аласыз ба, тамақ пісіре аласыз ба? Тамақ пісіре алмаса үйренеді, ең басы ниеті бар болса болды ғой деген ғой. Бұл андай бір ұсақ түйек болып кетті деймін да қазір. Негізгі нәрсе емес бұл жерде. Бұл жерде түсініктерге байланысты деп ойлаймын да. Ер адам мен қыз адамның түсінігі бір жерден шығу керек та сонда, жалпы. Ер адамға бағыну керек та. Түсінігі көрдік, бұл жердегі мәселе сіз үшін, сіздің мысалы ер адам ретінде өзіңіздің бір түсініктеріңіз бар, бір құндылықтарыңыз бар, көзқарастарыңыз, ұстанымдарыңыз бар. Соның негізінде қыз баланы тани алуға, сіздің келемі, сіздің құндылықтарыңызға келмей ме? Оның сенімі, оның түсініктері, нанымы мысалға деген сияқты. Осыған қатысты біз көп жайттық қой. Ата-ананың өзі танымауы мүмкін. Қанша ата-ана танымайды. Қызының түсініктерін білмейді. Ол мінезін біледі, нешеде ұйқыдан тұратынын біледі, не жақсы көретінін біледі. Оның пунктуальностін білуі мүмкін. Ол уақытылы жүреді, ол мынаны жақсы көреді. Ол артық ешқашан біреу туралы сыртынан сөйлемейді ол. Ол одан шындықты бетке айтады ол. Ол ешқашан біреудің неше түрлі бір мінез, мен сол мінезге не істеймін?
керемет екен ғой, тамсанам, таңғалам, керемет қой мына мінез деймін да. Менің іздеген мінезім ғой өзімнің, мысалға деген ғой. Ал енді түсініктер ше, ол бөлек әңгіме ол. Мынау күшті тақырып болды. Мынау енді біз енді көбіне көп жаңа сіз айтқан секілді қабілеттерін сондайларын ғана танып жатамыз. Именно енді түсінікті тану деген нәрсе енді бұл енді бір жаңалық болды. Бұл қыр ғой біз үшін. Сол үшін біз андай бірнеше қырлы деп көрсек дегенім ғой. Бірнеше маңыз, сіз үшін не маңызды? Мысалға, бұл құндылықтардың мәселесі ғой бағанағыдай. Сіз үшін құнды ма ол деген сияқты ғой. Өткен жолы бір жігіт айтады, бір қызбен сөйлескен, қыз айтыпты, егер үйленетін болсақ екеуміз отбасын құрып, бәлен жыл айтқан, қазір естімін, 5 жыл үшін бала болмайды деген бізде. Деген сияқты. Ол да бір түсінікті. Ол да түсінікті. Өйткені бұндай деген өзі бір негіздеп берген. Көрдіңіз ба? Осы жерде енді ақана қалай біз адамның түсінігін танудың жолдары бар ма өзі? Иә. Ол адаммен шынайы сөйлесу, онымен мамандар сөйлесу, онымен ең жақын сырласатын адамның сөйлесуі деген сияқты ғой. Жаңа мысалы бізде қазақ қоғамында ата-анамен тұру деген тақырып қой кәдімгідей мәселе. Бұл шайқалып тұрған кәдімгі өте өзекті мәселе да. Қыздардың көзқарасы мүлдем бөлек, олардың көзілдірігі бөлек, енді біраз қыздардың. Жігіттердің бұл мәселеге көзқарасы тағы бөлек. Неге осы жерде біздің келіспейміз деген кезде, бұл да бағанағы түсініктердің негізінде. Мысалы бір қыздар айтуы мүмкін, мен не үшін оларға қызмет қылуым керек, мен өзімнің өмірім бар, мен өзім үшін өмір сүруім керек, мен оларға қызметші емеспін деген сияқты. Бұл да түсінік. Ал біреулер, мысалы мынадай қызды көрдім мен үлкен әулетте өмір жасағым келеді, үлкен әулеттің келіні болғым келеді, үлкен жаңағыдай көп кісі бар, солардың батасын алғым келеді. Мысалы түсінікті ол да. Өмір сүріп жатыр қазір ол қыз, иә, сөйтіп бар. Номерін беріп. Бар ғой ол қыз. Оны тұрмысқа шығып кетті ол. Тұрмысқа шығып кетті ол қыз. Сол сияқты осындай қыздар бар дегенім ғой. Менің алдыма келген қыздардың бірі. Сол секілді. Сіздің алдыңызға қандай қыздар келеді? Яғни не бір түсініктер бар деймін да. Сол үшін андай бір кейде мынадай біз енді біраз жігіттер болсын, қыздар болсын, біреуін көреді, екеуін көреді, бір 4-5 адамдардың несі қайталанған кезде, ұқсастықтары қайталанған кезде, бүкіл жігіттер осындай. Немесе мен 4-5 қызбен сөйлестім, әңгімелері былай айтқанда кішкене бірдей, бәрінің талаптары бір деген сияқты. Қой, қазір өз қыздардың талабы не болып кеткен, қыздарды шошитын болдық қой деген сияқты жігіттердің аузына естимін да. Қыздардың қазір айтатын әңгімесі басқа, мынадай шарт қояды өзіңе деген сияқты. Яғни қорқып жүрді біреулер қыздардан. Енді ол да мүмкін сол қыз, сіз қорқып жүрген, сіз шошып жүрген қыз, біреудің іздеп жүрген адамы. Біреудің қол жетпей жүрген адам ол деген сияқты ғой. Сол үшін танудың жаңағы маңыздылығы. Осы жерде мен өзіме сол қырларын анықтап алсам, қандай интеллект мысалы маңызды ма? Бір қыз мысалы, иә маған оның жоғары оқу бітірген болу керек дейді. Диплом ба жоқ әлі шынайы білім ба деген сияқты ғой. Не нәрсе ол? Сол секілді ғой. Иә, оның жоғары оқу кәдімгі білімі болу керек оның. Жақсы. Одан кейін оның қолынан мынадай нәрселер келу керек. Кейін қолынан келетін болса, одан кейін оның мінез дегеннің өзі үлкен тақырып ол. Оның жаңа енді ғалымдар бұған том кітап жазған. Теңіз бұл тақырып. Ол мінездің негіздері деген сияқты негізгі мінездер. Енді біраз тақырып, үлкен тақырып бұл өзі. Одан кейін оның темпераменті қандай. Одан кейін бағанағы көзқарастары, нанымы, сенімі деген тақырыптар, түсініктері оның. Және біз мысалға енді осыны жиі айтамыз. Ұрысудың, ержілі айтқанның ұрысуының және ажырасудың негізгі 4 факторы бар деп санаймын өзім. Енді бәлен жылдық тәжірибеден түйген нәрселер. Бұл 4 фактордың біреуі түсініктер мен құндылықтардың қақтығысы, қайшылығы ғой. Не үшін ұрысамыз? Өйткені түсініктеріміз келіспейді, құндылықтарымыз қабыспайды бір-бірімен. Осы жерде біз теке тірес басталады осы жерде, бірімізге келіспейміз. Осыны танып алу өте маңызды. Және тану деген кезде білесіз, таныдыңыз, көрдіңіз. Ал енді бұрынғы зерттеуге қарап жаңағыдай
вывод дейді ғой, жасау да кейде қате болады. Кейбір ойлардан ол адам қайтқан болуы мүмкін деген сияқты. Ойларға қайтқам, немесе мен мысалға дейік, түсініктерден. мысалға жаңа сіз айтып қалдыңыз ғой, патриархатта өсті да ол. Әкесі басқарған. Сөйтсе оның әкесі тиран болғанда, агрессор болғанда ол. Сосын Құдай сақтасын, ер адам басқарған кезде, ол жерде өскен ғой енді көзін ашқаннан бері. Мен ер адамның үйтіп басқарғаны қалды. Өйткені оның түсінігінде бірақ қана модель бар да. Мысалға. Немесе жігіт бүйтіп қараса, ана үйдің қызы өте тәрбиелі болу керек, оның әкесі басқарған деген сияқты. Ол да бір қателік. Түсінікте. Немесе мысалы, анасы басқарған үйдің қызынан қорқып шошып жүреді. Құдай сақтасын анадан, ертең анасынан көрген, ертең анасы әкесін қалай басқарған болса, ертең анау мені де сөйтіп басқарып кетеді дейді, қорқып жүруі мүмкін. Сондай ғой. Немесе мысалы, әке шешесі ажырасқан деген тақырып қазір енді. Жалғыз басты ананың, мысалға жалғыз анамен өскен, немесе толық отбасында, толық емес отбасында деген тақырыптар қазір көбейіп кетті ғой. Қазір ол кәдімгі белең алып келе жатыр мысалға. Әсіресе Z ұрпағында ол кәдімгі деген мәселе да. Z буында. Сол үшін бұл қалай әсер етеді деген кезде, менің түсінігімде қазіргі оның жағдайын анықтау керек. Мүмкін әке шешесі бар бола тұра, ол неше түрлі травмалармен өскен болуы мүмкін. Мысалға деген ғой. Ал керісінше болуы мүмкін, мысалы ол жалғыз анасымен өсті. Бірақ оның мүлдем түсініктері мүлдем бөлекті отбасына қатысты. Мысалы мен жалғыз жаңағыдай анамен, анасын толық емес отбасында өскен мынадай балаларды көп кездестірдім өзім. Өзіме ешқашан ажыраспаймын деген нәрсеге уәде берген өзіме дейді. Мысалға деген ғой. Бұл осы жолда мен өзімнің барымды салып келе жатырмын деген сияқты ғой. Қыз бала болсын, ұл бала сондайлар. Өйткені мен көрген нәрсені менің балаларым көруді мен қаламаймын деген сияқты. Көрдің, бұл адамына байланысты. Сол секілді андай бір үйде екі бала өскен дейді. Әкесі ішкен. Жатып ішкен, әйтеуір жаңағыдай. Шашып ішкен, әйтеуір бар. Бұлардың көзін әкесінің көзін ашқаннан бері әкесінің маскүнемдігін, әрдайым мас болғандығын, құлап жатқандығын соны көріп өскенде. Намыстанатта бала, намыстанатта мен бұндай болмаймын деген сияқты. Сөйтіп біреуі сондай болып кеткен екен да. Арақ ішіп сөйтіп. Сосын келіп айтқан, сен неге мұндай болып кеттің деген да. Айтқан, енді менің көзімді ашқаннан бері көрген нәрсем осы ғой деген да. Менде басқа жол бар ма еді? Мен үшін үлгі болған әкем ішетін. Арақтан ауыз босамайтын деген сияқты. Енді оны әкені көрген мен қайда барамын деген. Екінші баласы мүлдем арақ ішпейді екен. Мүлдем басқаша өмір сүреді екен, өмір сүру салты мүлдем басқа екен. Содан сұраған, сен неге арақ ішпейсің деген. Енді маңайындағы таныстарың деген сияқты енді. Сенің өмірің басқа. Енді мен көзімді ашқанда бір сондай жағдайды көріп өсіп қайтып ішем деген арақты. Ал аузынан қайтып өтеді деген менің табағымнан. Көрдіңіз, яғни бұл жердегі оның тарихтары, екеуінің тарихы бір. Зерттесеңіз, екеуі бір отбасында өскен. Енді тәрбие деп айтуға келе ме, келмей ме, бір көріністі көрген, бір жағдайда өскен екеуі. Бірақ әсері әртүрлі болғанда әрқайсысына. Сол үшін танудың ерекшелігі зерттеуден тағы да астын сызып айтатын болсақ, оның қазіргі жағдайын білу. Ол бұрынғы жағдай қалай әсер етті оған. Мысалы, қыз бала жағынан, матриархатта өскен қыз дейік. Екі апалы сіңлілі бар, осының бір несін айтсақ дегенде. Апалы сіңлілі матриархатта өсті. Яғни анасы басқарған отбасынан шықты. Сөйтіп ол үлкен әпкесі дейік, сөйтіп басқарып кетті. Біледі өйткені, жолдарын біледі, тетіктерін біледі, құралдарын қалай күйеуді басқару керек екенін. Ал кішкентай қыз анадан көріп, маған өте мынау жиіркенішті, мен қабылдай алмаймын, әйел адамның басқарған менің жүрегім жатпайды. Ешқашан күйеуімді басқармаймын, билікке таласпаймын деген немен өсуі мүмкін да екінші қыз. Сөйтіп сізге өтініш, маған билікті бермеңізші, маған тізгінді ұстатпаңызшы деп айтуы мүмкін да күйеуіне. Мысалға деген ғой, өйткені мен өстім, білем оның қандай қиын екендігін деп айтуы мүмкін. Мысалға деймін да,
бірақ екеуі бір үйде өсті ғой. Түсінік, түйін мүлдем басқаша болды, екі түрлі болды. Жеткізе алдым ба? Сол үшін қазіргі қыздармен, бұл қыздарға да айтылатын дүниелер. Яғни қыз бала да жігітпен танысқан кезде мінезі күшті, үйткен, бүйткен, осынша жаттаған, анда оқыған, бәлен тіл білет, ойбай 4 тілде еркін сөйлейді деген нәрселер енді бізде. Андай ғой. Жарнамасы күшті да оның. Осындай уақытта бүйткен, талай қайырымдылықтар жасаған деген сияқты енді. Ол білесің бе қандай нәрселер, сен кезінде ол университетте жүргенде бүйткен ол деген енді. Оның ерліктерін айтуы мүмкін да. Жақсы оның бәрі, керемет, оның бәрі тарих. Бірақ оның қазіргі жігіттің түсініктері қандай. Бұл да қарындастарымызға өте қажет деп ойлаймын. Сол үшін қыздарға осындай тұстарды біліп беретін қамқоршы керек қой. Өйткені қыздар көп жерде қауқарсыз. Мысалы бір рет жұмыста отырсақ, бір жігіт хабарласады да. Таныс бір жігіт, бойдағы жігіт еді. Аға, сұрау үшін уақытыңыз бар ма, бірнеше минут сөйлесетін дейді. Не болып қалды деп, мына бір қызбен сөйлесіп жатыр едім бе қазір дейді. Сол қыз сұрақтың астын алып жатыр екен ана сөйтіп бұрышқа тақап па? сөйтіп скрин жасап, бәле бір 20 шақты ма сұрақ жіберіпті. Қыздың сұрақтары ғой. Енді қыз ана жерде көріп, бір жағынан қуанасыз, бір жағынан жанға бататын дүние. Ана қыз бала, ол да өзінің болашағы үшін енді қам жеп жатқан қыз ғой. Бір 20 шақты сұрақ жіберген ана жігітке. Тест ретінде енді көрейін деп тексеріп жатыр ғой, зерттеп жатыр да өзінше тануға тырысып жатыр нақтырақ. Оның қазіргі түсініктерін, ойларын тануға тырысып жатыр. Ана жігіт мынау сұраққа жауап бере алмай жатырмын. Не деп жауап берейін дейді ғой. Яғни ол менен бір 3-4 мысалға дейін, 3-4 сұрақтың жауабы менен алды дейік. Тағы да біреуден жетіп алыпты, 3-4 адамнан алса жиналады сұрақтар. Қыз бала не деп түсінеді оны? Соныкі деп. Соныкі деп түсінеді ғой. Мына жерде қалай әдемі түрде жауап беруге болады деп тұр ғой. Машалла деп. Ана қыз жағынағыдай ана жақта құлап жатуы мүмкін да. Не деген жігіт, мынау керемет жігіт қой деген сияқты. Яғни бұл шынайы тану емес ол. Сол бағана айтқанымыздай, мен оған ұнайтын жауаптар айтуға тырысамын деген сияқты. Немесе оған ұнауға тырысамын, оған икемделуге тырысамын деген сияқты. Бұл да шынайылық және шынайы тану, қазіргі жағдайын тану деген сияқты өте маңызды дүниелер да. Жақсы ашылды ғой тақырып. Ақын аға, жаңа сіз әр адамның қазіргі хәлін тану деген тақырып қозғалды ғой. Иә. Осыған әсер ететін белгілі бір тарихи бір оқиға болуы мүмкін тарихында әр адамның. Осы тұрғыда енді жігіттерге бір сұрақ қойсам. Сіздерде өмірлеріңізде бір өзгеріс тудырған бір белгілі бір жағдайлар, өмірлеріңізді өзгерткен бір жағдайлар болды ма? Енді мысалы, жеңіл болу үшін мен өз өмірімнен мысал келтірейін. Белгілі бір уақыттар бойы, белгілі бір жаңағыдай айтпақшы түсініктермен мен сахнада жүрген адам болғанмын. Бірақ белгілі бір түсініктер өзгергеніне байланысты қазір ол жақтан кеттім десем болады. Сол секілді сіздердің өздеріңізде бір тарихи өмірлеріңізде болған бір оқиғаларды келтірсеңіздер. Ойын идеологияны өзгеруіне әсер еткен оқиға дейсіз ғой, сондай примерно. Түсінікке әсер еткен оқиға. Енді маған әсер еткен нәрселердің бірі ол білім алу болды. Өйткені оған дейін жаңағы дүние, басқа нәрселердің барлығы жастық немен көп болатын. Пәлен істеуім керек, үйтуім керек, бүйтуім керек деген секілді. Бірақ кейіннен барып кітап оқып, Имам Ғазалидің нелерін оқып, зерттеп бастағаннан бастап уже түсіндім да, ол нәрсе адамда приоритеті болмау керек, басқа да нәрселері бар деген секілді. Иә, дүниелік нәрселер емес, ақыреттік нәрсе басымырақ болу керек деген секілді түсінік келді. Сол уақыттан бастап дүниеге дегенде жаңағыдай ақша деген нәрсеге де уже санамда өзгеріс пайда болды да, соған байланысты ше. Көзқарас пайда болды да. Имам Ғазалидің айтқан несі бар. Базарға бірінші болып кіріп, соңғы болып шықпа дейді да. Өйткені бірінші болып кіріп, соңғы болып шығатын ол охранник деп айтады. Сен өзіңнің орныңды біл дейді да. Яғни базарға кірдің,
бүгінгі саудаңды жасадың, отбасыңды асырайтын нелердің барлығы қажеттілік жетті ма, онда барып білім ал, отбасыңа көңіл бөл, басқа да сен жаңағы баланс ұста дейді да. Таңертең шықтың, түнде келдің, балаң не отқан білмейсің, жаңағыдай үйіңде отбасың не отқан білмейсің, денсаулығың құртылып жатыр, білім алып жатқан жоқсың деген секілді балансты ұстау үшін айтылған сондай бір сөзі да. Қатты әсер етті сол нәрсе маған. Осы нәрсе уже сіздің ойымды түсініктеріңізді өзгертті. Сол кезде уже өмірде басқа нәрселерде баланс ұстау керек деген секілді бір білім алу сол нәрсе көмектесті маған сол жағынан. Әдемі. Осындай бір белгілі бір оқиға, белгілі бір түсініктерді өзгертті деген секілді сондай мысалдар болса. бір енді жоғары лауазымда бір азамат жұмыс істегенде бір ағамыз. Былай айтқанда енді қолы тимейтін. Біраз енді кісілердің айтатыны бар ғой, балаларымыз қалай өсіп қалғанын, өсіп кеткенін білмей қалдық дейтін. Сондай бір енді халықтың арасында жүрген бір жұмыс істеп, қызметте жүрген бір кісі болған. Сол бір досымен үйіне келген дейді. Өзінің айтқан сөзі ғой енді. Үйіне келсе, баласы папа деп жүгіріп шығып досын құшақтаған ғой. Баласы шатастырып алған да әкесін досынан. Яғни баласы әкесін танымайтын болып тұр ғой. Ана оқыған жерде енді күрт өзгертіп жіберген дейді өмірін. Сөйтіп алғаннан бәрін қызметін, лауазымын бәрін бастап кеткен. Ана кісі өмірін өзгертіп жіберген да бір оқиғада кейін. Яғни осындай бір оқиғалар болуы мүмкін деймін адамның өмірінде. Өмірін, түсініктерін, көзқарастарын өзгертіп жіберетін, құндылықтарын өзгертіп жіберетін деген сияқты. Мен мысалым жата ма, жатпай ма айтып көрейін. Жаңа сіз айттыңыз ғой, біз сыртқы несімен нетеміз деп ше, мысалы мына жерде оқыған, мектепте былай болған, староста болған деген сияқты. Сол сияқты бұрын менде мынандай ой болатын еді, көп кітап оқыған, былай семинар, анау шетел көрген адам болса, болды, ол өте сондай сауатты, мықты адам деген ой болушы еді ше. Сөйтіп бір күні бір не болды, ол жерде сондай бір кісі келді, атын айтпайын. Біраз адам оны нетеді өшім айтқанда, білімді деп ше. Ол кісі де өзі талай кітап оқып тастаған сондай адам екен де. Сол кісі бір басқа кісінің несін өте төмен түсіріп тастады да, менің көзімше. Сен мынау кітап оқығансың ба деді. Жоқ деді. Сен мынау кітап оқысың ба? Жоқ деді. Сен мынау кітап оқысың ба? Жоқ деді. Деп ана кісіні жалпы нені алдында кәдімгі түсіріп тастады да. Онда сен ешкім емессің ғой деген сияқты ше. Сонда сен соншама кітап оқыпсың жарайды дедім да. Одан не пайда дедім да. Енді өзім ішімнен ше. Ішімнен қатты айтыпсыздар. Ішімнен өзіме сондай не шығардым да. Жаңағы білім мен ақыл деген нәрсе екеуі екі нәрсе екен ғой деген сияқты маған бір жарылыс болды да ол. Ана көп білім, мысалы мен сосын ондай адамдарға кітап адам деген ат қойып алдым ше. Өзім. Ол қандай адам дегеніңізде, ол да тау көп оқи бергенден өзін жоғалтып алған адам да. Кез келген сұрақты қойсаңыз, ол мынау адам былай айтқан, мынау адам былай айтқан, мынау былай айтқан. Түсінгенін айтып бере алады сізге, түйгені жоқ та. Бәрі ондай емес қой, бірақ. Бәрі ондай емес. Бірақтан жаңағыдай жаңағы затқа да алданып қалмау керек екен деп өзімнің алданып қалған жерін айтып жатқаным ғой. Кітап адам дейсіз ба? Омар Хайям деген сіз емес болса? Менде мынандай бір оқиға болған. Мектеп бітіріп студент болып түскен кезде уақытымның тең жартысы бос өтіп жатады да. Іштей өкініш болады, не жұмыс істеймін. Оқуға барам, келем, бір кішкене бір майда шүйде тірлік істеймін, өтіп жатыр да. Бірақ оқуға түскеніме жарты жыл болды, бір бітірген ештеңем жоқ, былай артқа қарайтын болсам. Бір жұмыс істеп жатқан ақшам жоқ, мысалы, бір жерден ақша түсіп жатқан жоқ. Ойланып жүрдім да мен жоспар құрдым өзіме. Так, бірінші ортам бір жақсы бір ортада болайын, сол жерден жұмыс табайын. Ол жерде айлық мен мындай есептемедім да, маған айлық қанша түседі екен деген нәрсе. Сөйтіп оқуда жүрген кезде бір сондай жұмысқа кірдім, паркке енді. Аттракционның паркке кірдім да, сол жердің бәрі намазхан екен, көбісі. Ортасы жақсы, ұнады. Бірақ айлық аз болды да. Маған ол айлығы қызық емес болған ба о баста. Сол жерде жүрдім, сол жерде көп тәжірибе жинаған екен, болашаққа деген, алға деген көзім ашылды да. Анау ауылдан шыққан екен ба, уақытымыздың көбісі телефон дегендей, бос жату,
біреумен әңгімелесіп көше аралап қайту, серуендеп қайту деген нәрсе. Ол енді ол басқа мәселе ғой, кешке таман. Мен сол жерде сол уақытымның көп өтіп жатқанын байқадым да сол. Қазір мен жаспын, уақытымды сондай бір пайдалы нәрсеге өзімді дамытайын деген нәрсемен сондай бір ортаға кірдім да. Сөйтіп сол жерде көзім ашылып, алға деген жоспарға мына уақытты экономдап не істеуге болады. Мысалы менде парктен шыққаннан кейін 8-ден шығатын тұғым о баста, бірінші кезде. 8-ден былай қарай не істеймін деген сияқты. Одан спортқа баратын тұғым. Арасында сұранып, спорт күреске баратын тұғым. Өзім күрес, әркімнің өзінің хоббиі болады ғой. Менің хоббиім күрес болады. Сұранып соған барам. Бір күн ана жұмысқа барам, бір күн колледжге барам, сөйтіп жүретінмін да. Сол жерден яғни жоспар құра білдім да, сол жерден мен өмірім өзгерді ғой, жалпы айтқанда. Енді Алланың қалауымен 2 баладан кейін, 2 бала дүниеден келгеннен кейін. Өзіңіздің? Иә, 2 баламыз дүниеге келгеннен кейін біраз енді бала тәрбиесі тақырыбымен біраз айналыса бастадым өзім, енді зерттеп, қарап, оқып деген сияқты. Бір бала тәрбиесінің мамандары айтқандай, алғашқы өзі балалар құрбан болады дейді ғой. Сонымен 2 баладан кейін біраз кітап қарап, іздене бастадым өзім. Сол кезде мынадай тақырып ілді де мені. Балаға деген құрмет, яғни баланы құрметтеу деген. Баланы тұлға ретінде көру, оны құрметтеу деген сондай бір тақырыптармен өзім бір кішкене ауырдым ғой. Сол ілді тақырып мен өзімді біраз енді сол тақырыпты ойланып, ой қорытып сөйтіп жүрдім. Сонда өзіме сұрақ қоямын да, мен өзімнің ұлдарымның, қыздарымның, балаларымның қоғамда, ортада құрметті болғанын қалаймын ба? Иә, қалаймын. Ендеше ол құрмет менен басталады ғой деймін да. Егер мен құрметтемесем, оны кім құрметтейді оны? Енді құрмет менен басталу керек деген өзіме сондай бір ойлар келді, түйіндер. Сонымен мынадай бір шешімге келдім ғой. Онда құрметтің алғашқы әріпі ол қазақтың енді мәдениетінде, түсінігінде деп өзімнің енді түйінім. Сіз деп айту. Балаға. Өйткені құрмет ол сізден басталады. Қазақ айтады ғой, сен дегенде не түседі, сіз дегенде нең кетеді дейді. Екеуі де шәріп, сіз де шәріп, сен де шәріп. Бірақ әсері бөлек та. Сөйтіп болды дедім де өзіме. Сол күннен бастап балаларыма сіз деп кеттім. Осы уақытқа дейін бұл нәрсе өзіме енді, бұны біреулер сөгеді, біреулер сынайды, біреулер енді қабылдай алмайды. Сондай ол әркімнің өзінің енді таңдауы. Бұл менің өзімнің жеке таңдағаным, өзімнің ұстанымыма айналдырған дүнием, балаларыма сіз деп сөйлеймін деген. Мысалға деймін, сондай бір түсінік менің бір қарым-қатынасым, балаларыма деген қарым-қатынасымды өзгертіп жіберді деген. Енді осы нәрсені қана бізде үйленбеген жігіттер келіп отыр ғой. Ертеңгі болашақ жарының тарихының қазіргі халіне әсер туралы бір тоқталып кетсеңіз. Қаншалықты әсер етуі мүмкін, қалай әсер етуі мүмкін, осындай белгілі бір түсініктер? Бұл индивидуалды ғой, осы жерде де қызығы. Оның шаблоны жоқ та. Былай болса, былай болады. Формуласы жоқ та нақты. Егер қыз бала әкесіз өссе, онда ол қыз бала бүйткен. Егер қыз бала ешқандай бір махаббат көрмесе отбасында, онда ол қыз бүйтеді. Егер қыз бала кішкентай кезінен мысалға туысқандарының қолында өссе, ол бүйтеді. Ол жаңа атасының мен әжесінің қолында сөйтеді деген нақты несі жоқ оның. Бір формуласы, шаблоны жоқ деп түсінемін да. Бұл бір адамның тағдыры екіншіге ұқсамайды, екіншінің үшіншіге ұқсамайды деген сияқты ғой. Бұл жеке индивидуалды тану әркімге өзіне арнайы бөлек деп қарастыру керек та, тұлға. Бағанағыдай 4 әпкелі сіңділі, 3 әпкелі сіңділі деген бар, апалы сіңділі деген сияқты. Біреу былай болса, екіншісінің автоматы осындай ғой деген сияқты. Үйтіп шешім шығарған дұрыс емес деп түсінем. Және бұл әсіресе қыз балаларда енді күшті жұмыс істейді. Вывод деген нәрсемен ойлану. Ол андай ортада өсті ғой, ендеше ол былай болу керек. Ол ғалымның баласы ғой. Ендеше ол кітапқа жақын адам ғой деген сияқты ғой. Ол ана кітап клубында жүр ғой, ендеше ол енді ғалым шығар деген сияқты. Мысалы түсініктер деймін да. Менің алдыма 60-тан асқан бір апа келді да.
сол кісі күйеуі ауған соғысында болған екен кезінде. Енді кезінде болды ғой. Сол кезде ауғаннан келген, бұл осындай соғыс көрген, қан көрген деп жігіттен таныстырған кезде, апам сен жас кезінде ғой, қыз кезінде. Мынадай бір вывод дейді ғой, мынадай бір түсінік болған ғой да. Бұл енді қан көрсе, соғыс көрсе, неше түрлі жаралыларды көрді, өлген адамдарды көрді. Бұның жүрегі ерекше шығар. Бұл кісі адамға деген мейірімділігі, мейірбандығы күшті шығар. Бұл адамды түсіне алады. Адамның орнына өзін қоя алады. Эмпатия дейміз ғой психологияда. Бұл эмпат шығар. Бұл адамгершілігі зор шығар деп сөйтіп шыққан ғой енді. Тек қана ойлар болып қалды дейді ғой. Сөйтсе ол мүлдем адам басқа адам екен дейді. Яғни бізде анау выводты күш жасаймыз да, ол бүйтсе енше сөйткен шығар. Бүйтсе ол андай шығар деген сияқты болжамдар кете береді. Иә. шығармен өмір сүрмеу керек дейсіз ғой. Бір қыз айтады ғой, мен ол жігіт танитын дейді да, бұрынғы енді өмірін білетін. Ол мүлдем басқа адам еді. Бірақ қарасам, соңғы кездерде күшті видеолар салады, рилстар салады, бәрі уағыз, насихат, ғибратты дүниелер. Сөйтіп тұрмысқа енді ана неге деген кезде бұрынғы өмірін білмеймін, басқа адам еді дейді ол. Бірақ ана уағыздарын, оның салған посттарын көрген кезде дейді, бұл адам өзгерген шығар деп ойладым дейді. Сөйтсе оның парақшасы бөлек. Өзі бөлек адам да ол. Сөйтіп біз өзімізше кейде вывод жасап жібереміз деймін да. Суретте бәрі бақытты, өмірде қандай кім білсін деп. Сол секілді қазіргі халін тану деген былай айтқанда бір белгілі формуласы жоқ деп түсініп, ол жеке сол адамды қарау, зерттеу, сөйлесу, жаңағыдай. Оны қалай танимыз деген кезде адам танитын белгілі мамандар арқылы, немесе оны жақсы танып жүрген қазір. Ең жақын деген ойлаңыз. Бір қыз бір отбасында өмір сүреді. Үлкен отбасында өмір сүруі мүмкін ол. Әке-шешесі бар, ата-әжесі болуы мүмкін, ағалары, әпкелері, сіңілілері, інілері болуы мүмкін. Ешқайсысы оны танымайды ғой қазір көзқарастарын. Қарапайым оның қазіргі сезімін білмейді. Неге? Өйткені ешкім сырласпайды ғой онымен. Оны сырласатын, онымен бүйтіп, орысша по душам дейді ғой былай айтқанда. Қоян қолтық араласатын қазіргі оның адамы тануы мүмкін да. Оның түсініктерін, наным сенімдерін. Жеткізе алдым ба? Түсінікті. Енді ертең мысалы жігіттер үйленейін деп жатыр, Алла қаласа. Белгілі бір мысалы қыздарды танып беруге көмектесесіздер ма? Ондай қызмет атқарасыздар ма? Сіздерге жүгінсек. Ондай қызмет жалпы бізде бар, иә. Бір шарада, қыздардың шарасында айтқанбыз ғой. Осындай бір қамқоршы туралы, қамқоршының жаңағыдай маңыздылығы деген сияқты, адам тану деген. Сөйтіп бір қыз хабарласады ғой бізге. Осындай бір жігітпен сөйлесіп жүрмін, сол жігіт маған енді сөз салып жатыр, соны танып бересіздер ме деп. Сіз өткен жылы айтып едіңіздер ғой, қызмет көрсетеміз деп дейді. Сосын мен сұраймын, Тараздың қызы екен да. Кіміңіз бар деймін ғой, жақын адамдардан. Әкем бар дейді. Әкеңіз болса, сол әкеңізге көрсетпейсіз бе деймін де. Сіз таниды жігіт. Жоқ, әкем ол ақкөңіл адам дейді. Кімді көрсе, бәрі жақсы оның көзінде дейді. Сол секілді ғой. Яғни бұл адам танитын адамдар болады. Танымайтын адамдар болады. Бірақ менің тәжірибемде көп адамдар адам тани бермейді. Сосын ол бұрынғы қызметімен де байланысты емес. Мысалы, бәлен жыл қызметте болған, ол адам таниды ғой. Бәлен жыл мұғалім болған, енді ол педагог қой, ол адамды ерекше таниды деп тағы айта алмайсыз деген ғой. Сондай. Менде сұрақ бар ақына. Енді мысалға сізге жіберген кезде, мысалға қызмет көрсетіп жүрген кезде, ол қыз бір нәрселер жасырып қалуы мүмкін ба? Мүмкін. Сол үшін сені таниды, сені зерттейді. Сол өтсең ғана мен сені аламын деген нәрселер айтылмау керек деген ғой жалпы. Басқаша. Бұл көрді, енді егер біз оны алыстыға қарайтын болсақ, тереңірек ойланатын болсақ, бұл өзі үшін де осы нәрсе жақсырақ қой негізі. Өйткені бұл жердегі оны неғұрлым ашып бергеніміз өзіне пайдалы да ол. Ертең мысалы кикілжің болып, отбасы шаңырақ шайқалып жатса кімге керек деген, қызға да керек емес ол. Бір қыз күліп айтады ғой, мен сізді танимын дейді да. Бір жерде ме, бір жиында кездесіп қалды. Сізге дейді, бұрын ғой деймін, біраз уақыт болған ғой деймін, бір жігітпен сөйлесіп жүріп сізге жіберген дейді. Сіздің алдыңыздан өт деп.
сол сізбен кездескеннен кейін дейді ана жігіт хабарсыз кетті дейді ғой. Не болғанда есімде жоқ менің енді. Бірақ енді ана жігіт содан кейін хабарсыз кетті дейді ғой. Соған қарағанда бірдеңелер болған сияқты. Олай болса, жалпы бүгінгі тақырыпты қорытындылайтын болсақ, кім не түйіп алып кетті жігіттер? Өздеріңіз бір түйін оймен бөліссеңіздер. Мен түсінген нәрсем, адамның қабілеті, мінезі бұл басқа бір нәрсе, түсінігі бөлек басқа нәрсе түсінемін. Одан кейін адамның түсінігі, оны тануды, менің ойымша, ер адам діңгегіне жатқызу керек сияқты. То есть бірінші ең маңызды нәрсе осы деген бір қорытынды түйдім бүгінге. Және тану өте маңызды нәрсе ғой. Анау неде әйел адамды не шығып еді ғой, прикол шығып еді ғой, әзіл ретінде. Әйелім жоғалып қалды деп хабарласады да, сөйтіп одан кейін барып машинамен өтті дейді да. Сөйтіп әйеліңіз қандай еді, киімі қандай еді, білмеймін есімде жоқ. Анау қандай, білмеймін дейді да. Сөйтіп қандай машина еді, ол Ауди мынандай несі бар, мынандай. Деталін айтып береді да, ана қараш. Тану деген тақырып мысалы бүгін кәдімгідей жақсы ашылған сияқты. Енді Ахан ағаның нелерін, видеоларын бәрін көріп жүрміз ғой. Бұрыннан сол кезде көп таныстар бәрі айтады да. Сырттай танысаң болды емес па, сырттай танысаң болды емес па, зачем бүйтіп деген сияқты сұрақтар көп қойылады деп. Солардың бәріне қазіргі бүгінгі өткен тақырып жауап болған сияқты ғой. Кәдімгі мысалдармен бәрін дәлелдеп. Таныс пен тану деген кәдімгі екеуі екі бөлек әлем екеніне кәдімгі көзіміз жетті. Бәрекелді. Күшті. Ғадәулетіміз да. Мен де мысалы қыздың қазіргі болмысын полный тану керек екенін, соны жақсы өзіме түсінемін. Енді басты ашып сөйлесу керек қой, жалпы айтқанда қызбен. Оған айтып түсіндіру керек. Ертең үйленгеннен кейін осындай бір проблема болмас үшін сен де барын салып жасамай сөйлесіп көрейік деген сияқты бір жол қана деп. Сіз өзіңіз бе или қалай? Мен бастадым. Тұра шешіп алайын. Бір жігіт бір қызбен танысқан сөйлесіп отыр екен де, сөйлесіп жүрген кезде. Енді әңгімесі сол анау сөз салып, бір кішкене тойдың тақырыбы қозғалса керек екенің арасында. Сол жігіт айтқан ғой, негізі менің мынандай кемшіліктерім бар деп, бірнеше кемшілігін тізіп айтса, қыз айтады, негізі менде де кемшіліктер бар. Ол да өзінің кемшіліктерін таныстыра бастағанда жақынырақ. Сол секілді Бағдәулет мырзаның сөзіне бір не ретінде, тұздық ретінде яғни бір неғұрлым ашық болсақ, және екінші тарап неғұрлым ашық болса, соғұрлым жеңілірек болады деймін да. Бәрекелді. Қымбатты көрермендер, осымен подкастымыз тамам. Егер подкаст ұнаған болса, жақындарыңызға жіберіп, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Және де қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Қош, аман, сау болыңыздар.